додадан жүлделер алды. Республикалық таланттар конкурсында жерлестеріміз хормен және жекелей ән айтудан гран-приді еншіленген. Жеңімпаздарды түсірілім тобымызда күтіп алады. Ардагерлерден құралған облыстық көз көргендер ансамблі Қарағанды жеріне жеңіспен оралған сәт. Ансамбль екі бірдей гран-при жеңіп алған. Сенімді жеңіс себебі республикалық байқауда жерлестерге сай келетіндер болмапты. Осы аға апаларымызға жеткен жетістіктеріне қуана отырып, үлкен табыс тілейміз. Шаттыққа кенеле берсін, бақытқа бөлене берсін. Ортамызда күліп ойнап жүре берсін. Жерлестерді жеңіске жетелеген дәл осы Біржан мен Сара лирикалық драмасы. Бұл әнді жеткізіп орындаған соншалық тәнті болмаған жан қалмапты. Дайындыққа уақыт аз болғандай. Ол аздай конкурстың болатыны туралы жақындағанда ғана біліпті. В этом году мы посетили первый раз конкурс республиканских хоровых коллективов. Бізге кеш айтылды, бірден дайындықты бастап кеттік. Нәтижесін көріп тұрсыздар, әрине өте қуаныштымыз. Республикалық байқауда барлығы 10 облыс өкілдері қатысқан. Онда шамамен 200-ге жуық өнерпаз бақ сынаған. Әділ-қаза алқаларының құрамына белгілі өнер тарландары мен журналистер кірген. Дәуренбек Бақдәулет, Мұрат Сөкенов, Роман Копылов, Сарыарқа телеарнасы. Әріптестерім дайындаған жаңалықтар осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.